Павлодар қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің қоғамдық білім беру пәндері мұғалімі Теміров Нұрболат Рысбекұлы. Сіздердің көріп тұрғандарыңыз бұл оқушылар 40 минут сабақ барысында жасалған постерлері. Яғни адам қоғам құқық пәні бұл қоғамдық пән болғаннан кейін бұл жерде оқушылардың ойлау дағдылары, сөйлеу дағдылары, 4 беттік мәліметтен негізгісін алу дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Бұл постерға назар аударсақ, адам, қоғам, құқық осы 3 ұғымның арасында қандай байланыс бар екен оқушылар бір постердің сыйдырып идеяларын түсіндірді. Яғни бұл жерде адам қоғамның бір бөлшегі. Яғни адам қоғамға келгеннен кейін басқа адамдармен қарым-қатынас жасау арқылы қоғамның бөлшегі болып табылады. Сонымен қатар адам қоғамға келгеннен кейін заң және конституция атты заң нормалары бар. Адам қоғамда белгілі бір заң нормаларына бағыну керектігін айтып өтеді. Ең ұнағаны бұл жерде оқушылардың идеясы, оқушылар өздерін вакуумға орналастырып, адамды және заң нормаларын бірге орналастырған, ал вакуумның сыртына осы белгілі бір заң нормаларына қайшы кедергі әкелетін жағымсыз қылықтарды, жағымсыз кедергі, адамға кедергі келтіретін факторлар жазып қойған. Осы арқылы көруге болады, оқушы өзінің қоғамның белгілі бір мүшесі екенін сезінді және қарым-қатынас арқылы оқушы толық тұлға болатынын түсінді және жүректі салған өте маңызды. Өйткені қазіргі қоғамда адам жүрек арқылы түсініп, жүрекпен қабылдау керек. Және құқық бұзушылықтың алдын алу шаралары не болмаса қандай факторлар әсер етеді, соларды келтірген болатын. Тағы да бір тақырып, бұл жерде постер руханият, яғни қазіргі таңдағы басты мәселе бұл рухани құндылық болып табылады. Оқушылар әуе шарына руханият деп жазып, және шарды толтыру мақсатында бұл жерде насос жаңағы жел берушіні салған. Енді рухани құндылықты адам бойында толтыру үшін, яғни шарға руханият толтыру мақсатында бұл жерге рухани құндылықтар жазған. Музыка, театр, кітап, спорт, мұражай, жаңалық, қарым-қатынас, мәдениет, көрме, салт, дәстүр, әдет-ғұрыптар жазған. Яғни оқушылардың түсіндіруі бойынша, егер осы насос арқылы осы құндылықтарды жіберетін болсақ, жел арқылы шар руханиятқа толады дейді. Яғни кітап оқысақ, мәдени орындарға барсақ, көп мәдени мәліметтер, жаңалықтар қарым-қатынаста болсақ, онда біздің рухани байлығымыз дамиды деп көрсеткен болатын. Жалпы осындай постерлардың тиімді жері бұл жерде оқушылар өздерінің шығармашылық қабілеттерін қалыптастырады және қазіргі қоғам қажет еткен креативті тұлға болып қалыптасып шығуына өте көп септігін тигізеді. Рахмет.